Мен осы заманда өмір сүріп жатқан аталарымызды, әжелерімізді, ағаларымызды, жеңгелерімізді, өзімнің құрдастарымды, іні қарындастарымды, жас жеткіншектерді бәрінде бір үлкен адамдар, үлкен болашақ ұрпақтың алдында, болашақ уақыттардың, кезеңдердің, дәуірлердің алдында жауапкершілікте өмір сүріп жатқан тарихи тұлғалар деп есептеймін. Солай деп қараймын. Себебі тәуелсіздікті алып, және ол сол тәуелсіздіктің әр таңын, әр күнін тәуелсіз азамат ретінде сезініп өмір сүру оңай емес. Бәлкім енді 50 жылдан кейінгі ұрпақ үшін әлдеқайда жеңіл болатын шығар, әлдеқайда кейбір мәселелер шешімін табатын шығар. Алайда бүгінгі күннің мәселелерімен өмір сүріп жатқан бүгінгі менің замандастарым нағыз батырлар. Неге деп айтасыздар? Себебі тәуелсіздікті алу бар, ал тәуелсіздікті сақтап қалудан бұрын тәуелсіздіктің әр күнін соны азамат ретінде қарсы алып, аяққа тік тұрып жұмыс істеу, осы қоғамдық орта қалыптастыру, қоғамның орта азаматы болу деген оңай шаруа емес. Біз қазір бәріміз былай қарағанда өзіміз біле бермейміз, тұяқ қапты күнделікті тіршіліктің соңында жүрген сияқты болғанмен, біз әр күнімізді, әр сағат минутымызды осы тәуелсіздігіміздің нығая түсуіне қызмет етіп жатқан, еңбек етіп жатқан адамдар ретінде қабылдаймын, солай ойлаймын. Сондықтан бұл біздің ұлы күндеріміз, біздің мінекей кеше 91 жылы тәуелсіздігімізді алсақ, соған 30 жыл болған екен. Сол 30 жылдық құтты болсын. Бұдан да үлкен құттықтаулар, жақсы марапат сөздер айтыла берсін. Қазақтың мінберінде, үлкен жиындарда, халықаралық тіпті қауымдастықтарда бәрін өзіне жалт қаратқан, сән салтанаты жарасқан ел болайық. Соған жетуге нәсіп етсін бізге Алла. Осы бүгінгі күнімізді шүкір ете отырып, өзімізге қойған талаптарымызды, уақыттың қойып отырған талаптарын, заман талабын игеріп, биік деңгейлерден көріне берейік. Тәуелсіздігіміз құтты болсын.